сәлеметсіздер ме? Мен Еркін ауылындағы Есжан Бердіқожаұлы атындағы нөмір 11 орта мектептің 3 сынып жетекшісі Мадикадырова Асель Мадикадыровна. Бүгінгі біздің тақырыбымыз су тіршілік көзі бөлімі бойынша есептік және реттік сан есім. Сабақтың оқу мақсаты есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтау. Сабақтың критерийі мәтіндегі сан есімдерді анықтау. Сөздердегі жасырылған сандарды табу. Сан есімдерді мағынасына қарай ажырату. Олай болса, есептік және реттік сан есімнің ережесін есімізге түсіріп алайық. Сан есім мағынасына қарай есептік және реттік болып екіге бөлінеді. Заттың нақты санын білдіріп, қанша, неше сұрақтарына жауап беретін сан есімдерді есептік сан есім дейміз. Заттардың саналу ретін білдіріп, нешінші сұрағына жауап беретін сан есімдерді реттік сан есім дейміз. Реттік сан есімдерге жалғанған қосымшаның екі түрлі болу себебі дауысты дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ын-шы, ын-шы жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 6 ын-шы, 2 ін-шы. Ал дауыссыз дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ын-шы, ін-шы жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 10 ын-шы, 5 ін-шы. Бүгін біз оқу мақсатына жету үшін 3 тапсырма орындаймыз. Тапсырмаларды орындамас бұрын бет-әлпет әдісі бойынша кері байланыс парақшасын дайындап алуларыңызды сұраймын. Ер балалар ер баланың бет-әлпетін, қыз балалар қыз баланың бет-әлпетін А5 форматына салып алуларыңызды сұраймын. Тапсырмаларды орындау барысында бірінші тапсырманы дұрыс орындаған оқушы көздің суретін бет-әлпет кері байланыс парақшасына көздің тиісті жеріне орналастырады. Екінші тапсырманы дұрыс орындаған болсақ, мұрынның суретін бет-әлпет парақшасына саламыз. Үшінші тапсырманы дұрыс орындаған болсақ, еріннің суретін бет-әлпет парақшасындағы тиісті орынға орналастырамыз. Олай болса, балалар, тапсырмаларды орындауға кірісейік. Бірінші тапсырма мәтінді оқы. Су тіршілік көзі. Адам сусыз ұзақ уақыт өмір сүре алмайды. Су қажеттілігі оттегінен кейінгі екінші орында тұрады. Адам азық-түліксіз 6 апта күн кеше алса, сусыз 5-6 күнге дейін ғана өмір сүре алады. Жалпы адам өмір бойы шамамен 35 тонна су ішеді. Яғни, балалар, бұл мәтіннен сіздер сан есім сөздерді тауып
астын сызуларыңыз қажет. Сан есім сөздерді тауып, астын сызған болсақ, дұрыс жауабын көрейік. Яғни бұл мәтінде екінші, 6, 5, 6 және 35 сан есім сөздер кездескен екен. Сіздерде дәл осы 4 сан есім сөзді тапқан болсаңыздар, көздің суретін бет-әлпет парақшасына салуларыңызды сұраймын. Екінші тапсырма. Сөздердегі жасырылған сандарды табу. Цифрды тап ойыны. 7 су, 9 құмалақ, қонақ, шекілдеуік, күшік, тіктөртбұрыш, сөнбес, желтоқсан. Осы сөздердегі жасырылған цифрларды табайық. Тапқан болсақ балалар, дұрыс жауабын көрейік. 7 су сөзінде 7 цифры, 9 құмалақ сөзінде 9 цифры жасырылған екен. Қонақ сөзінде 10 саны, шекілдеуік сөзінде 2 цифры, күшік сөзінде 3 цифры, тіктөртбұрыш сөзінде 4 цифры, сөнбес сөзінде 5 цифры жасырылған екен. Желтоқсан сөзінде 90 саны жасырылған. Сіздер де осы цифрларды тапқан болсаңыздар, мұрынның суретін бет-әлпет бейнесіндегі тиісті орнына саламыз. Келесі тапсырма. Сан есімдерді мағынасына қарай ажырату. Яғни, берілген сан есімдерді семантикалық картада қосу белгісі бойынша мағынасына қарай ажыратамыз. 365, 26, 15, 88, бірінші орын, 50-ші үй. Сан есімдерді мағынасына қарай ажыратып болсақ, дұрыс жауабын көрейік. Яғни 365, 15, 88 сандары қанша деген сұраққа жауап беріп, есептік сан есім болып тұр. 26-шы, бірінші орын, 50-ші үй, нешінші сұрақтарына жауап беріп, реттік сан есім екені көрініп тұр. Сіздерде дәл осындай жауаптарыңыз дұрыс болса, еріннің суретін бет-әлпет бейнесіндегі тиісті орынға орналастыруларыңызды сұраймын. Кері байланыс бет-әлпет парақшасы сіздерде дәл осындай көрініс тапты деген ойдамын. Сіздер бет-әлпет парақшасына әрбір мүшені тиісті орнына орналастыра алған болсаңыздар, онда сіздер бүгінгі сабақтың оқу мақсатына толық қол жеткізе алдыңыздар. Бет-әлпет кері байланыс парақшасын WhatsApp желісі арқылы маған жолдауларыңызды сұраймын. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деген сенімдемін. Үйге тапсырма: су туралы таңғажайып деректер іздеп табу. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.